Ал сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі шебер сыныбының тақырыбы Padlet виртуалды тақтамен жұмыс жасау. Padlet виртуалды тақтамен жасау үшін бірінші тіркелу керек, құрметті әріптестер. Так, енді Google-ға padlet.com деп жазасыздар. Жазып алыңыздар. Padlet.com міне шығып тұр, я? Мен өзім тіркелгем, сіздер тіркелуге болады, бірақ қазір тіркелмейсіздер, кейін тіркелуге болады. Тіркелгеннен кейін создать доску деген бірнеше шаблондар шығады, міне, тақталар шығады. Қазақша айтқанда. Стена, лента, раскадровка, колонки, беседы, карта, хост, хронология және басқа. Енді соның ішінен өздеріңізге қайсы ұнайды, бәріне кіре бересіздер. Мен мысалы мына стенаны таңдайын. Міне, стенаны таңдадым. Мына жерге, название деген жерге, мысалы мен орыс тіл пәні мұғалімін, бір тақырып жазам. Мысалы оқушылардың тақырып, мысалы какая музыка в природе деген, мысалы тақырыптар. Мысалы бір тақырыпты жаздым, өзім пәнім бойынша. Описаниеға осы тақырыптың мақсатын жазуға болады. Не болмаса, сыныбын жазуға болады. Мысалы, 3-ші класс русский язык деп жазайын. Русский язык. Қай пән болсын өздеріңіз білесіздер. Не значок деген көріп тұрсыздар ма? Значокқа, мысалы, мынандай смайликтер қойға болады, смайлик таңдауға болады. Значок дегенге артқа жүресіздер де, одан кейін дизайн деп тұр, не? Көріп тұрсыздар ма? Дизайн. Фон деп тұр. Соны басасыздар. Фонда мне однотонные цвета, градиенты, текстуры, узоры, картинки деп тұр. Соны өздеріңіз, мысалы, однотонные цветаның ішінен өздеріңізге ұнаған, өздеріңіз фантазия қандай түс ұнайды, соның біреуін таңдайсыздар. Мысалы, мен өзім ашық түстер жақсы көремін, міне, ашық түсті таңдадым. Қайтадан артқа барамыз. Градиенты. Міне бір түс таңдадым. Текстуры и узоры. Таңдауға болады, өздеріңіз білесіздер, қайсын таңдасаңыз, таңдамасаңыздар да болады. Картинки, міне, қандай картинка қойғыларыңызге таңдауға болады. Рабочий столда дайын тұрған картинкаларды да болады. Мысалы, міне мынаны қойдым мен. Көріп отырсыздар ғой. Енді дизайнды, фонды бәрін жөндеп алғаннан кейін, мына шрифт деген бар. Шрифт таңдауға болады. Мынандай шрифт жасауға болады. Міне, әртүрлі шрифттар бар, я? Мен мысалы мына шрифт таңдадым. Авторство деген бар. Настройки постов деген жерде. Оны белгілейміз, өйткені авторствоға оқушылар өздерінің аттарын жазады, ат жөндерін. Одан комментарияны белгілейміз, өйткені оқушылар сіздер берген тапсырмаға комментарий жазады. Реакцияны да белгілеуге болады, мысалы лайки деп басуға болады, голоса деп, звезды. Өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз қазір Padlet'дің мүмкіншіліктерін айтқанда сіздер түсініп отырасыздар оны. Одан кейін міне төбеде дальше деп тұр. Сол дальшені басамыз. Все готово, твори от души деп тұр, я? Енді поехали дегенді басамыз. Енді кейбір жаңағы шаблондарда добавить столбец деп жазылып тұрады. Ал менде мына оң жағында плюс деп тұр. Мен соны бастым. Міне тақта пайда болды. Көріп отырсыздар ма? Енді тақтаға ат қойға болады. Padlet'тің бір ерекшелігі, мына сабақтың қай кезеңі болса да, сол любой кезеңіне тапсырмалар беруге болады. Мысалы, мен қазір мына жерге
өзім жаңағы тақырып бойынша сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, кто тақырып беруге болады, тағы да сұрақ қоюға болады. Кто изображен на картине. Енді қараңыздар, мына жерде байқап тұрсыздар ма? Жүктеуге болады. Бұл жерге бар ғой, видеода жүктеуге болады, суретте жүктеуге болады, ссылкамен де кіруге болады, ссылкада жүктеуге болады. Google-ға кіріп, бірталай тапсырмалар алуға болады, камера қосуға болады, және басқа. Қазір мен сіздерге міне өзім рабочий столда дайындап қойған суретті жүктеймін. Міне, выбрать файл. Сіздерде барлықтарыңызда бар ғой? Выбрать файл деген міне басасыздар да. Мысалы, менікі міне дайындап қойған Құрманғазының суретін открыть деп. Қазір загружается, міне жүктеліп жатыр. Міне жүктелді. Көрдіңіздер ғой? Енді бұл бірінші тапсырма мысалы оқушыларға. Екінші тапсырма қайтадан добавить столбец деген бар, немесе плюсті қосасыздар. Мен мысалы мынаған аудиозапись жібергім келіп тұр. Оқушыларға тапсырма ретінде аудио. Ол аудио тапсырманы орындаушы мына 3 нүктені қойып көріп тұрсыздар ғой. 3 нүктені бассаңыздар мына жақтан аудио не көріп тұрсыздар ғой, ссылкада салуға болады, мына жақтан Google-ға кіріп тапсырма орындауға болады, суретте түсіруге болады, видеода жіберуге болады. Не аудионы басам мен. Енді запись аудио деп тұр, көрдіңіздер ғой. Ой, шығып кеттім бе? Шығып кеттім қазір. Міне аудио. Міне, мысалы, басасыздар, аудио басу кезде аудио басталады. Ребята, прочитайте текст на странице 17 о Курмангазы Сагырбайулы и ответьте на вопросы. Первый вопрос. Кто такой Курмангазы Сагырбайулы? Второй вопрос. Какой күй Курмангазы Сагырбайулы называется лучшим? Третий вопрос. Как называют в народе Курмангазы? Міне, запись аудио бітті. Енді жабамыз. Енді мына төбесіндегі playback and save деген тұр ғой. Соны басамыз да сохранить етеміз. Міне, сохранить деп тұр. Аудио сохраняется. Аудионы өзгертуге де болады, құрметті әріптестер. Міне мына жерде аудио жатыр. Так, енді тағы да бір келесі столбец. Мен аудиозаписін жауып тастадым, енді қайтадан жасауға болады оны. Енді тағы да бір мүмкіншіліктері міне көріп тұрсыздар ғой. Мен қазір мысалы мына жерге видео жүктесем, видеомен жұмыс. Міне тағы да жүктейтін жерде бар. Выбрать файл. Мысалы, мен Сарыарқа Құрманғазының Сарыарқа күйін жүктеймін. Міне, көрдіңіздер ме? Мына видео жүктелді. Мен жаңа аудионы байқаусызда басып тастадым. Енді мына жерге ответьте на вопросы деп
Балалар осы видео арқылы сұрақтарға жауап беру болады. Мысалы, бірінші сұрақ. Что такое күй? Күй. Второй вопрос. Екінші сұрақ. Кто воспевает в этом кюе? Курмангазы, Сагырбайұлы. Осы жаңа видеоны тыңдағаннан кейін оқушылар осы сұрақтарға жауап беру керек. Келесі мүмкіндіктерін көрсетсек, мына жерде айтып тұрмын ғой, 3 нүкте тұр, иә? Содан міне қосымша материалдар алу интернетте, міне Google'дан Құрманғазы туралы или музыка туралы тағы да өте мүмкіндіктері көп. Енді қазір мен сіздерге осы тақталарды түсіндіріп өттім ғой. Енді сіздерге қазір осының ссылкасын жіберем. Сіздер осы не бойынша кері байланыс берсеңіздер, сұрақтарыңыз болса, мысалы, кері байланыс сіздерге, бұл оқушыларға емес, сіздерге. Мысалы, бір ауыз сөз әдісі бойынша кері байланыс берсеңіздер. Енді осының бәрін қараңыздар. Енді осы тақта, бірнеше тақталар көріп тұрсыздар ғой, жасалынды. Енді осыны поделиться деп мына жер тұр ғой. Поделиться батырмасын басамыз. Одан кейін жерде копировать буфер обмена деген басамыз кәдімгідей. Одан кейін WhatsApp-қа жібереміз. WhatsApp вебті алдын ала дайындап қоямыз да, соған WhatsApp вебқа жібереміз. Міне, сіздерге қазір мен жіберем. Қазір сіздерге ссылка барады. Міне, ссылка кетті. Сіздер енді ссылка барғаннан кейін ссылканы ашып, жаңа мен жазған кері байланысқа бір ауыз сөз жазу керек. Ол үшін сіздер он жақта плюс деген батырманы басасыздар да, название деген жерге өздеріңіз аты жөндеріңізді жазасыздар. Одан кейін астына жаңа комментарий жазасыздар. Комментарий болғанда жаңағы өздеріңізді ойларыңызды жазасыздар. Бүгінгі, мысалы, кері байланыс бересіздер бүгінгі сабаққа. Соны жазып жіберіңіздерші маған. Кіріңіздер ссылкаға барлықтарыңыз. Міне мына ссылкаға кіріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, не болса, пікірлеріңіз болса, қосатындарыңыз бар шығар мүмкін. Жібердім, Маржан Сапарбелден сізге комментарий. Қалған әріптестерші. Жазып қойдық. Міне, көріп отырсың, аттарыңызды жазыңыздар да, міне Қасымбайына Шакария Олжасқызы, рахмет, түсінікті деп жазыпты. Алишер Уалиева тамаша бәрі түсінікті болды деп жазып жатыр.
Жадыра да рахмет, бәрі түсінікті жазып, сіздерге де рахмет. Міне, түсінікті ғой, иә? Енді біз сіздерге бүгін өткізген, міне, тура осы сияқты оқушылармен өткізген бір үлгімді көрсетсем. Нұргүл апай, сіздің микрофоныңыз шум создавать етіп тұр, өшіріп қойыңызшы. Құрметті әріптестер, бүгінгі өткізген сынып сағатының міне оқушылардың қауіпсіз интернет бойынша сынып сағатын өткізген болатынбыз. Сол кездегі оқушылардың 4 тақта жібердім, 4 тақтаға тапсырмалар. Оқушылардың жауаптары, интернеттің пайдасы, интернеттің зияны, презентация көрді, видео көрді. Енді кейбір оқушылар түсінбеген екен, бірақ тақтаға ғана аты жөндерін жазған екен де, қалғандар соңғы анонимный болып қалған сол. Көріп отырсыздар ғой. Осымен менкі өзімнің жұмысымды аяқтадым. Сіздердің сұрақтарыңыз болса. Маржан Сапаргалиевна, үлкен рахмет сізге. Әріптестерге өте құнды, пайдалы ақпарат бердіңіз деп ойлаймын. Өзіңіз айтып өткендей, Padlet тақтасы сабақтың әр кезеңінде пайдаланған тиімді, кері байланыс ретінде, рефлексия ретінде пайдалануға болады. Жаңа сабақты түсіндіргенде, топтық жұмыс жасағанда пайдалансақ болады, қашықтықтан оқытуда мысалы әр топқа жеке-жеке тақырып беріп қойсақ, астына комментарий жазып толықтырып отырады. Енді әріптестер өзіне көп қажетті нәрселерін түртіп алды деп ойлаймын. Сұрақтар болса, Маржан Сапаргалиевна жауап беруге дайын деп ойлаймын. Рахмет сізге үлкен көп. Рахмет, Маржан. Рахмет сіздерге де рахмет. Маржан апай, рахмет. Рахмет, информация беріп жатырсыз. Көп рахмет. Бұл бізде де психологияда қолданылады. Тренинг кезінде де мен қолданамын. Рахмет. Рахмет, Сапаргалиевна. Жемісті болсын. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі шебер сыныбымызды аяқтасақ. Рахмет, қатысқандарыңызға көп рахмет.